Саламатсыздар ма? YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерменен жусай самса жасалу тәсіліменен бөліскім келеді. Соңына дейін көріп, ұнатса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен самсамызды бастаймыз. Айранымызды, соның соң суымызды, майымызды құйып араластырып аламыз. Оның үстіне бұл жерде бір жұмыртқаның ағы саламыз. Сосын араластырып алып, шекерімізді, тұзымызды саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырып аламыз. Содан онды бөліктерге салып илейтін боламыз. Оның біркелкі болу үшін оны бөлшектерге мен өзім 3-ке бөліп илеймін. Бірінші бөлшегін осылай сұйықтау болады. Содан кейін үстіне тағы саламыз. Бұл орташа қамыр, қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр шығарамыз бұдан. Соңына таман осы қопсытқышымызды саламыз. Сөйтіп орташа қамыр илейміз. Бұны үшінші бөлігімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осылай орташа қамыр илейміз. Бұл қатты жұмсақ емес, қатты емес. 20 минутқа кішкене қалған майымызды астына үстіне майлап, жақсылап жинап аламыз, майлақтап. Солай бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минутқа дейін біз жусайымызды турап, дайындап қоямыз. Жусайға кішкене тұз, қызылдары қостым, кішкене қалған майды қостым. Сөйтіп араластырып дайындап отырамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Бұны 2 бөлікке бөліп, шағындау күлшелер жаямыз. 2 бөліп осылай аламыз. Осылай орташа қамырды қалыңдықта жайып алып, бетіне сары майымызды жағып, оның үстіне жусайды сеуіп, рулет қылып ораймыз бұны. Жусайымызды себеміз. Осылай рулет қылып, майда бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектерге бөліп, майлап қойған табамызға орнатыстырамыз. Қамырдың арасын кішкене ашып қойып, істеп қойсаңыздар болады. Арасы ашылғанда тезірек піседі, әдемі піседі, таза піседі. Осылай табаларға жайластырып алып, бетін
салфанмен жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Салапанымызды шетін ашып, бір жұмыртқаменен бір қасық сүт араластырып, бетін жақсылап, жанын, бетін түгел жағып шығамыз. Шалтырап тұру үшін, әдемі пісу үшін. Осылай жағып, бәріне жағып болғаннан кейін, осылай кішкене тұрғасын, 200 градуста 20-25 минутта піседі. Осылай міне пісіріп алдық. Бұны арасын ашып көрсеңіздер, өте қатпарлы болады, әрі өте дәмді самса болып шықты. Сіздермен барған Лейла. Ұнап жатса, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.